Сәлем достар. Бүгін үй жағдайында жылқы етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Қуырдақ дайындау үшін бірінші алдымен майымызды, құйрықты турап аламыз. Жылқының еті мінекей. Осы жылқының етінен қазір қуырдақ дайындайтын боламын. Мінекей қуырдағымызды турап, жуып, аппақ етіп душылыққа салып қойдым. Мінекей майы қуырылды. Достар, мен бұл қуырдаққа тұз салдым, бұрыш салдым, басқа приправа қоспаймын. Сарымсақ қосамын, бияз қосамын. Мінекей сарымсақ, биязымызды саламыз. Иісін жеткізе алмаймын сіздерге. Керемет. Кішкене қоямыз, жабамыз. Мінекей қайнап жатыр. Қазір картошканы аламыз. Картошканы жуып, тазалап. Мына ірі етіп кестім. Ірі кеспесем, үйдегілер дұрыс жемейді балаларым. Ірі жақсы көреді. Ірі кестім.
Осымен қуырдағымыз дайын. Қазір жейтін боламыз. Сонымен бүгінгі қуырдағымыз дайын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Арнаға жазылып, келесі тағамдарда бірге болайық. Сүйектер неден шығып жатыр. Дәмі деген керемет. Қараңыздар. Еттер. Дәмі деген керемет. Енді бұл бауырсақпен керім бар. Дәмді. Өте керемет. Осы қуырдақты сіздерге пісіруге кеңес берем. Өте керемет, өте дәмді. Түскі асқа вообще керемет болады, күшті.